Жігіттер, көк туға қарап тұрып, ана ән еске түсіп жатыр да. Тасып жатыр. Осылай жігіттер медеуге шығып баратырық. Бұйыртса, ассалаумағалейкум. Бүкіл қазақ еліне жігіттер. Міне бүгін 3 апрель бұйыртса, таң атпай медеуге жолға шығып баратырық. Там Мұрадлы қалай эффектіне кірдім бе? Чо там, родной, қалайсың? Міне, сендер үшін жігіттер таңғы неше қазір? Жігіттер не? Таңғы 6:30-да медеуде Қаята бабан кеп Максиге обзор түсіріп еді жігіттер. Сондықтан міне алдарыңызда Макси скутерге бүгін міне таң атпастан осы медеуге кеп сіздер үшін обзор түсіріп жатырмыз жігіттер. Полный оборудование жігіттер, 360 градус камера, GoPro, анжақта дрон ұшып жүр. Мынаның камераның өзі қазір Sony 1,5 миллион жігіттер. Сондықтан как положено, тек қана орыстар ғана профессиональный видео түсіре бере ма жігіттер? Бізде кірістік мопедті бастадық та до газа потологына жеткізбейік жігіттер. Сондықтан кереметтей кадрлар алынды жол бойы. Бұйыртса міне осылай енді обзорымызды бастайық жігіттер. Макси скутер 50 куб, по документация 50 куб, ал бұлайнан өзі негізі официально 150 куб жігіттер. Алды арты 13-тік дискіда дисковый тормоз жидкіспен. Енді мен напарнигім. Чо там ощущение, бір-екі ауыз пару слов туда-сюда. Ощущение өте керемет. Біз мынаны Баймикстегі момышылындағы Рысқұлова момышылындағы Магнумнен бастап осы медеуге дейін айдап келдік. Ощущение өте керемет. Қалада кәдімгі бір мотопедпен емес, мотоциклмен жүріп келе жатқан сияқты ощущение болады екен. Мына жақта бірақ енді медеуге қарай көтерілген сайын шамалы күн суық. Бірақ сіздер үшін жақсы кадрлар түсірдік. Бұйырса видео күтіңіздер. Тырысып атыр жігіттер, көріп тұрсыңдар ғой, соска. Алдыңғы шарық шамдары, алдыңғы лобовойы, прям жігіттер енді айта алмайым. Еш қиындықсыз келдік, оны күшті осы кадрларымыздан да көрсететін боламыз. Мында қойып қоятын боламыз жігіттер. Сондықтан бізбен бірге болыңдар. Не бәрі бағасын айтып кетейін. Қазіргі жігіттер не Рамазан айының бүгін 3 апрель. Онына дейін неше күн қалды? Рамазан айына кереметтей сендерге скидка жеңілдік. Яғни бұның бағасы 160 мың теңге, және де 15 мың километрге дейін гарантиясы бар жігіттер. Что-то суып кетті ме, не өп кетті? Жігіттер, бұндай сана қазір ешкімде жоқ. Алып үлгеріңіздер, бар болғаны бұл скидка ораза бітуіне дейін болады, иә? Комплектациясын айтшы, комплектациясын. Оның комплектациясына өзімен бірге каскысы, мына жерде телефон держателі, арттағы гофрасы, барлығы өзімен бірге комплектация кіретін болады, және моторға май. Ол дұрыс шығар. Дұрыс, қосып бере береміз ғой. Главный бізден сервис, бізден май ауыстыру тегін жігіттер, бізден келіп, братжан боламыз. Жігіттер, Алла қаласа міне бізде кереметтей жаңалық 2024-ке кереметтей Қазақстанға кірмеген мопедтер бізге қолымызға келіп жатыр. Сондықтан Алла қаласа келесі жылға план тек қана осы өзіміздің мопедтерімізбен ғана сход ұйымдастырып, өзіміз ғана братжандар болып жүреміз. Жігіттер, бұйырса иншалла күтіңдер. Бәріміз бір топта боламыз, ешқайда нетіп кетпейміз. Алматы қаласындағы братжандарға айтып жатырмын. Ал басқа қаладағы братжандарға жеткізіп береміз. Бүкіл Қазақстан кез келген регион, кез келген қала, кез келген ауыл, кез келген районға дейін. Адресі айтпақшы жігіттер,
Рыскулова Момышұлының қиылысында Магнум парковкасы қанша тұрады? 273 дроп 4А дейді. Осы жігіттер. Магнум ма, Момышұл Магнум. Соның парковкасындамыз. Келіп көріп, айдап өздеріңіз қарап алсаңыздар да болады, немесе Қазақстан бойынша онлайн түрде тапсырыс берсеңіздер болады. Сіздерге барлық қалаға доставкамыз бар, салып жіберетін боламыз. Сондықтан жігіттер, және де бізде магазиніміз бар екенін ұмытпаңыздар. Мінеки осындай маскалар, мынандай перчатка, мынандай тізеге защита қалай қорғады өзің айтып жүрші. Жып-жылы, мынау дейтін, анау емес, темір мынау. Қарап көріңіздер. Касканың түр-түрі болады. Құлаған кезде мына жақта да қорғайды. Басылымнан бүйтіп құлаған кезде осы жермен қойсыздар ғой. Қаламай қойыңыздар дұрыс. Осы жігіттер, так что алда жақсы видеоны күтіңіздер, қолдау беріп жүріңіздер, каналға тіркеліңіздер, подписаться істеңіздер, бөлісіңіздер, достарыңызға жіберіңіздер, мопедист болғысы келіп жүрген жерге, братжан болғысы келіп жүрген жігіттерге. Жотан, дальше кеттік па? Шымбұлаққа? Давайте, жігіттер. Сосын жігіттер, медеуге кеп, былай өзіміздің кереметтей осындай табиғатымызға қарап, өзіміздің жүрегімізді алып жатқан осындай бір керемет көк туымыздың астында тұрып, біздің су басып жатқан региондарға көңіл айтамыз. Суда қалған Ақтөбе өңірінде автобустар жүзе бастады. Атырау облысында су тасқынының қаупі әлі сейілмей тұр. Абай облысының Аягөз, Жарма, Ақсуат және Бородулиев аудандарының тұрғындары қар суымен арпалысып жатыр. Бекем болыңыздар, бір тудың астында жиналып, осындай бірлігімізді көрсететін сәт келді. Жігіттер, бүкіл қазақ еліне айтарым, осындай бір өзінің жүрегінен шығып жатқан бір сөздер қазір тығылып тұр, соны сіздерге жеткізіп айтып жатқан жайым бар ағайын. Осындай бір кең байтақ даламыз, осы байтақ далаға ие болу үшін біз бір тудың астына жиналуымыз керек. Қазірде көптеген жерден көріп жатырмыз. Өкіметтен мен саясатқа бір қатты бір нем жоқ адам, бірағында айтарым, халық бірігіп жатыр, азаматтар бірігіп жатыр, халыққа жанашыр жігіттер бірігіп жатыр деп мен өзім күнде көріп жатырмын. Сондықтан осы көк туымызды қадірлейік. Бәрі өтеді, әлі алда жақсы күндер кетеді. Көк аспан мен көк ту астында күн сөнгенше бірге